Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін дәл осындай қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Егер де сіздер майлы қаттаманы ұнатпайтын болсаңыздар, осы рецепт сіздерге арналады. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ыдысымызға сүт, су, ашытқы, шекер, 2 шай қасық тұз және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды сала отырып, 1 келгі қамыр илейміз. Иленген қамырды жарты сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Видеодағыдай қамырларыңыз жартылай ашыса жеткілікті. Себебі қазір біз бұл қамырды жұқалап жаятын боламыз. Бұл рецептпен бізде 2 қаттама шығады. Қамырымызды 2-ге бөліп, кезек-кезек жаюды бастаймыз. Ашыған қамырды жаю шамалы қиынырақ, бірақ нәтижесі соған тұрарлық. Қаттамаңыз өте қытырлақ, әрі жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Қамырымызды жайып болғаннан кейін ерітілген сары май немесе маргаринді қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Мен сары майды да, неше түрлі маргариндерді де жағып көрдім, бірақ өзіме ең ұнағаны щедрая лето. Сіздерге де соны кеңес беремін. Майды жағып болғаннан кейін дәл видеодағыдай қамырымызды орап шығуымыз қажет. Майды көбірек жаға беріңіздер, себебі қазір біз бұны газдың бетінде емес, пешімізге салып алатын боламыз. Майларыңыз аз болса, қаттамаларыңыз да құрғақ болып қалуы мүмкін. Қаттаманың біріншісін жасап болғаннан кейін дәл осылай орап мұздатқышта сақтаймыз. Екіншісін де жасап алдық, енді қаттаманы жаюға кірісеміз. Қаттаманың арасында май болғаннан кейін және қатпар-қатпар болғаннан кейін жайылуы қиын болуы мүмкін. Сол себепті ортасынан бастап шетіне қарай жайып отырамыз. Жайып болғаннан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, үстінен күнжіт себеміз. Жасап болған қаттаманы 180 градуста беті қызарып піскенше пісіруіміз қажет. Міне, біздің қаттамамыз да дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және мені таппай қалмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар.